болмай аяқ ауырлап кетсе, сосын біртүрлі бір не то сезінесіңдер ғой. Өздерің аяқтарың ауыратын болса да шынымен де, сосын жолдарың біртүрлі жабылып қалатын болатын болса, жалпы екі аяққа екі тазик алыңыздар. Или екі шелек. Соған жаңағы суды төгілмейтіндей қылып, жылы суды толтырып баняда жуынасыңдар ғой моншада. Сондай қылып су құйыңыз температурасын, сосын жаңағы әрқайсысына бір жаңағы үлкен қасықпен тұз салыңыздар. Оқылған тұздан. Сосын бисмиллахир-рахманир-рахим деп аяқтарың саласындар да тек Алладан сұрай бересіңдер аяқтарыңды жуып. Өйткені неге екеуіне екі шелекке сал деймін, өйткені болады адам бір аяғымен жаман жерді басып кетуі мүмкін. Или бір аяқ киіміне бір нәрсе жасалуы мүмкін. Или бәленің бәрі бір аяқта болуы мүмкін да. А сен екі аяқты бірдей салғаннан кейін сен екінші аяқта да ауырталуы мүмкін. Сондықтан екеуіне саласындар да жарты сағаттай отырып, мына сандарыңыздан бастап жуып, сонан кейін